Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде қысқаша тақырыптық видео сабақ. Енді видео сабақты бастамастан бұрын өзім туралы айта кететін болсам, есімім Инербай Қайыржан Сегізбайұлы. Қазіргі таңда Астана қаласында Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің студентімін. ұбт нәтижем 127 балл, оның ішінде математикадан 49, ал физикадан 45 балл иесі. Енді туған жерім Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, ал ұстанымым шын мықтыға тұсау жоқ. Енді бір оқығаннан да түсінікті деп ойлаймын. Енді кеттік, бізде тақырыпқа көшетін болсақ, бізде бүгінгі тақырып ол энергияның сақталу заңы. Енді біз сразу энергияның сақталу заңына кірмес бұрын, энергия деген неден бастайтын болсақ, энергия ол сендерде дененің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын физикалық шама. Мысалға өмірден келтіретін болсақ, мысал, сендер шаршап тұрсыңдар, бір қандай да бір жұмысты істеуге әлдерің жетпей тұр. Ол кезде сендердің уже энергияларың аз деген сөз да. Ал энергияларың көп болса, сендер уже қандай да бір жұмысты, яғни тез істеп тастай аласыңдар. Құлшыныс көп болады деген сөз. Яғни біз шаршап тұрған кезде энергиямыз аз деген сөз ғой. Енді механикалық энергия ол сендерде екіге бөлінеді: кинетикалық энергия және де потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия не десеңіздер, ол қозғалыстағы дененің энергиясы. Ол қандай да бір жылдамдықпен жүріп бара жатқан дененің энергиясы десек те болады. Оның негізгі формуласы көріп тұрғандарындай негізінен mv квадрат бөлінген 2. Ал оның өлшем бірлігі джоуль. Ал енді потенциалдық энергияға тоқталатын болсақ, дене орналасуының энергиясы. Яғни дене жер бетінен қандай да бір биіктікте орналасқан сайын, оның өзіндік бір потенциалдық энергиясы болады. Сонда біздің потенциалдық энергиямыз mgh формуласы арқылы өрнектелетін болса, оның өлшем бірлігі джоуль. Көріп тұрғандарындай, жігіттер, екі энергияда, яғни кинетикалық энергиямызда, ол сендерде массаға тура пропорционал, және де оның жылдамдығына, яғни дененің жылдамдығына квадратына тура пропорционал. Осы жерде потенциалдықта қарайтын болсаңдар, потенциалдық энергиямыз бізде тоже біздің денеміздің массасына тура пропорционал, және де дененің қандай биіктікте орналасқанына, яғни h биіктікке бізде тура пропорционал болып тұр екен. Енді біз энергияның сақталу заңына өтетін болсақ, энергияның сақталу заңы бұл сендерде тұйық жүйедегі толық энергия уақыт өтуімен өзгермеуі. Тұйық жүйе дегеніміз ол сендерде мысалға ауаның кедергісі, ауа кедергісіз десе, ауа кедергісіз, қандай да бір платформамен үйкеліс күші ескерілмеген жағдайда біз тұйық жүйе деп қарастырсақ болады. Енді энергия ол сендерде сақталады, және де бір күйден екінші күйге өтеді. Ол қалай десеңіздер, мысалға бастапқыда оның кинетикалық энергиясы болса, ол сендерде потенциалдық энергияға, ал керісінше оның потенциалдық энергиясы болса, оның кинетикалық энергияға өзгеруін айтады екенбіз. Енді бізде энергия ол сразу пайда болып, және де ол жоқ болып кете алмайды. Яғни өздігінен пайда болып жоқ бола алмайды. Ал енді біздің толық энергия дегеніміз, ол сендерде толық энергия, ол осы біздің жүйедегі дененің кинетикалық және де потенциалдық энергияларының қосындысынан тұрады. Және де ол сендерде тең константа, яғни тұрақты деген сөзді береді екен. Енді мына бір суретті, яғни графикті қарастырып кететін болсақ, сендерде бір h1 биіктікте орналасқан дене, ол сендерде қозғалыссыз тұр, және де оның толық энергиясы mgh1 қосылған 0. Не үшін 0? Өйткені жігіттер, оның жылдамдығы 0 ғой. Жылдамдығы 0 болған себепті оның кинетикалық энергиясы бізде тоже 0-ге теңесе салады екен. Енді біз дене еркін құлап келе жатыр. Еркін құлаған нәтижесінде ол қандай да бір h2 биіктікте, ол v2 деген жылдамдық алады. Сол себепті оның толық энергиясы уже бізде mgh2 қосылған mv2 квадрат бөлінген 2 бола салды. Ал енді ол күйден де өтіп, уже жерге соғылар мезетінде, көріп тұрғандарындай ол биіктігіміз 0-ге тең. Сол себепті біздің толық энергиямыз 0 қосылған mv3 квадрат бөлінген 2. Не үшін 0 десеңіздер, жаңағы біздің биіктік 0-ге тең ғой. Биіктік 0-ге тең болған себепті оның потенциалдық энергиясы да 0-ге тең деген сөз екен.
Енді біз осы құбылысты фет симулятор арқылы қарастырып кетсек. Фет симулятор не дейді? Бізде мысалға мына бір денені массасын бір қалыпты деп қояйық. И бір максимал бір нүктесіне қойсақ. Және де slow motion'ды қояйық. Slow motion'ды қосып қойдық. Енді қарасаңыздар, біздің графикте сендердің потенциалдық энергияларың толық энергияға теңескенін көріп тұрсыңдар. Енді біз процесті бастайтын болсақ, жайлап потенциалдық энергиямыз кеміп, оның орнына кинетикалық энергия толып жатқанын көреміз. Ал енді уже биіктігіміз 0 болған мезетті қарайтын болсақ, сендерде кинетикалық энергияларың потенциалдық энергияларың 0-ге, ал кинетикалық энергияларың сендерде толық энергияға тең болып тұр. Бұл дегеніміз не? Ол сендерде толық энергия кинетикалық энергияға тең болып, максимал жылдамдық арқылы осы бір нүктеден өткенін көрсетіп тұр. Енді біз slow motion'ды өшірейік та қарайтын болсақ, жігіттер, дәл осы процесс кезінде ол дене бастапқы қалпына қайтып оралады. Және де осы кезде тағы да біздің потенциалдық энергиямыз толық энергияға теңесе салады екен. Бұл бізде энергияның сақталу заңы. Енді жаңа айта кеттік, біздің энергияларымыз ол массаға тәуелді екенін айттық. Енді қарасақ, массаны мен көбейтетін болсам, толық энергиям көбейіп жатыр. Ал оны азайтатын болсам, толық энергия азайып жатыр. Сондықтан біздің энергиямыз массаға тура пропорционал бола салады екен. Енді осы құбылысты біз физикада келіп жатқан есептермен қарастыратын болсақ, бірінші есеп, массасы 10 кг дене 15 метр биіктіктен жерге еркін құлайды дейді. Еркін құлайды деген сөз ол бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз. Ауаның кедергісін ескермеген жағдайда дененің жерге соғылар алдындағы жылдамдығы қандай? Енді ол қандай да бір аш биіктікте орналасқан. Және де ол еркін құлайды да жерге келіп тиеді. Сол кезде бізде еркін құлайтын болса, ол аш максимал биіктікте орналасқан себепті, оның білесіңдер потенциалдық энергиясы толық энергияға теңесе салады. Ал енді ол керісінше жерге тиер мезетінде оның биіктігі 0-ге тең болған себепті, наоборот, кинетикалық энергиясы бізде толық энергияға теңесе салады екен. Сонда біз осы бір потенциалдық пен кинетикалықты бір-біріне теңестіре салатын болсақ, mgh тең болады mv квадрат бөлінген 2 десек, осы жерде көріп тұрғандарындай масса мен масса қысқарады. Ал енді бізден сұрап тұр жылдамдығы деп қой. Сонда жылдамдықты өрнектейтін болсақ, осы жерден түбір астында 2gh деген формула шыға салады екен. Енді осыған қоя салатын болсақ, сан мәндерін v тең болады түбір астында 2 көбейтілген 10. Оны көбейтесіңдер, биіктігіміз 15 метр. Сендерден шығады v тең болады түбір астында 300. Енді түбір астынан 300-ді шығаратын болсамдар, жуықтап алғанда 17,3 метр бөлінген секунд деген жауап шыға салады екен. Ол А нұсқасында орналасқан вариант. Келесі сұрақ. Массасы 15 кг дене белгілі бір биіктіктен, яғни h белгілі бір биіктіктен жерге еркін құлайды дейді. Еркін құлайды деген сөз ол бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Егер дененің жерге соғылар мезеттегі жылдамдығы 20 метр секунд болса, қандай биіктіктен құлағанын анықтаңдар дейді. Енді жаңа айттық қой, біз ол максимал биіктікте тұрған себепті, оның потенциалдық энергиясы максимал болады, Ал жерге тиген кезде оның кинетикалық энергиясы максимал болады. Осы екі максимал энергияны бір-біріне теңестіретін болсақ, сендерде mgh максимал тең болады mv максимал квадрат бөлінген 2. Енді максимал, яғни айтқанда максимал кездегі кинетикалық энергияларды бір-бірімен теңестірген себепті мен максимал деп индекс қалдырдым. Енді осы жерде көріп тұрғандағындай массаны қысқартсақ болады. Сонда біздің биіктікті анықтайтын болсақ, h максимал сендерде v максимал квадрат бөлінген 2g бола салады екен. Сонда біздің v максимал квадрат, яғни 20-ның квадратын бөлетін болсақ 2 көбейтілген 10-ға, осы кезде h максимал сендерде 400-ді 20-ға бөлгенде сендерде 20 метр деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда ол сендерде мына с нұсқасында орналасқан. Келесі. Дене жер бетінен тік жоғары қарай 40 метр секунд жылдамдықпен лақтырылды. Ауа кедергісін ескермеген жағдайда дененің көтерілетін максималды
биіктігін анықтаңдар дейді. Енді ауа кедергісін ескермеңіздер деген себепті оның энергияның сақталу заңын біз қолдансақ болады, иә? Яғни қында толық энергиямыз бізде константа. Сол кезде біз екі энергияны, яғни mv максимал квадрат бөлінген 2-ні теңестіретін болсақ mgh максималға, сендерді осы жерден сұрап тұрғаны максимал көтерілу биіктігі, яғни h максимал. Сендерде жаңағы формула v максимал квадрат бөлінген 2g шыға салады екен. Сонда бізде 40-тың квадраты, оны бөлетін болсақ 20-ға, біз 1600-ді 20-ға бөлетін болсаңыздар 80 метр деген жауап бола салады екен. Ол мұна тұрған D нұсқасында келтірілген. Кет келесі, массасы 10 килограмм дене 15 метр биіктіктен 10 метр секунд жылдамдықпен горизонталь бағытта лақтырылды дейді. Қозғалыс басталғаннан 1 секунд өткенде дененің толық механикалық энергиясын анықтаңдар дейді. Енді айтып тұр, ауаның кедергісін ескермеңдер дейді. Ауаның кедергісін ескермеңдер деген сөз ол энергияның сақталу заңы орындалады деген сөз ғой. Сонда біз енді қарасақ, мына бір биіктіктен, мысалға, мына бір биіктіктен мен тұрдым бір тасты, яғни ауыр тасты, 10 килограммдық тасты горизонталь бағытта 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырып жібердім. Ол білесіңдер, жерге барып ұшып құлайды, иә? Құлайды. Сол кезде құлау нүктесінде оның бізде кинетикалық энергиясы максимал болады ғой. Кинетикалық энергиясы максимал. Сонда қарайтын болсақ жігіттердер, ол қандай да бір h максимал биіктікте орналасқан, h максимал биіктікте, яғни оның потенциалдық энергиясы және де оның жылдамдығы болған себепті оның кинетикалық энергиясы бар екен. Сонда мен осы mgh-ты қосып mv квадрат бөлінген 2-ге мен теңестіре аламын E толық энергиямызға. Сонда осы жерде массамыз 10 килограмм, оны еркін түсуде 10-ға, биіктігіміз 15-ке көбейтіп қосамыз, бізде 10 көбейтілген 10-ның квадраты 100 бөлінген 2. Енді қарайтын болсақ жігіттер, мына жерден бізде қанша шығып тұр? 1500 шығып тұр, 1500 қосылған 1000-ды 2-ге бөлетін болсақ 500. Сонда бізде 1500-ге жалпы 500-ді қос деп тұр ғой. Сонда біздің толық энергиямыз 2000 джоуль деген жауапты бере салады екен. Енді бұл энергияның сақталу заңы болған себепті, жігіттер қыздар, ол 1 секунд өте ма, 2 секунд өте ма, немесе 10 минут өте ма, осы дененің толық энергиясы бізде 2000 джоуль болып қала салады екен. Есеп түсінікті деген ойдамын. Келесі сұрақ. Бізде массасы 2 килограмм дене 10 метр биіктіктен 15 метр секунд жылдамдықпен тік төмен лақтырылды дейді. Дененің жерге соғылар мезеттегі толық энергиясы мен жылдамдығы қандай дейді. Енді жігіттер, мен бір денені алайын. Ол бізде мынандай бір h максимал биіктікте орналассын. h дей салайын, немесе h биіктікте орналассын. Ол дене тік төмен бағытта бізде 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырылады. Яғни айтқанда, дененің осы мезеттегі толық энергиясы сендерде h биіктікте орналасқан себепті потенциалдық энергиясы, және де оның 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалған себепті mv квадрат бөлінген 2 деген жылдамдығы болады екен. Енді толық энергиясын өрнектеп алатын болсақ, оның массамыз 2 көбейтілген 10 көбейтілген 15, биіктігіміз бізде 10 метр екен, 10-ға көбейтеміз. Қосамыз оны 2 көбейтілген 15-дің квадраты 225 бөлінген 2. Сонда осы жерден қанша шығады бізде? Толық энергиямыз бізде, жігіттер қыздар, 425 джоуль деген жауапты бере салады екен. 425 джоуль. Енді варианттан қарап тұрғандарындай барлық жауапты сызып болады. Бізде тек қана қалып тұрғаны А жауабы, яғни біз дұрыс деп белгілеп қойсақ болады. Бірақ та под сомнением. Не үшін? Өйткені оның жылдамдығы дәл осыған тең ба деген сұрақ қой. Енді білесіңдер, дене тік төмен құлаған кезде оның төменгі бетінде толық энергиямыз біздің кинетикалық максималға айналады ғой. Сонда осы бір 425 джоульді біз теңестіретін болсақ, m көбейтілген v максимал квадрат бөлінген 2. Ал енді v максималды өрнектейтін болсақ, осы жерден біз
түбір астында 2-ге көбейтіп 425-ті бөле салады екенбіз. Массамыз бізде 2-ге. Ал бізде шығып тұрған жауап ол түбір астында 425 метр бөлінген секунд деген жауап. Енді 425-ті жуықтап бізде түбірден шығаратын болсақ, жігіттеріңіздер, ол сендерде 20,6 метр бөлінген секунд деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда біздің мына А нұсқамыз нақты дұрыс деген жауап болып тұр екен. Және де осымен біздің соңғы есеп аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Қайыржан ағай. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Және де осындай қызықты видео сабақтарды көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліңіз.